Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Естеріңізде ме 651 Hyundai Accent жан-жағын бәрі соғылған, бірақ ходовой частьындағы запчастьтардың бәрі оригинал тұрған Hyundai Accent естеріңізде ме? Біз соны осыдан 2 күн бұрын бүкіл қаңқасын жөндеуге кіргізген болатынбыз. Енді соны тексеруге бара жатырмыз. Күтіңіздер. Құрметті достар, міне біз цехтың алдына келдік. Қазір 651-де Hyundai Accent'ті қалай болып жатқанын, не болып жатқанын, не істеп жатқанын бірге көреміз. Міне құрметті достар, 651 Hyundai Accent жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Есіктер майысқан еді ғой, қазір жөндеп тазалап жатыр, жөндеп жатыр. Сол жөндеп шыққаннан кейін мынандай болады. Достар, естеріңізде ме, бұрын есігі ашылмайды. Қазір есігі емін-еркін ашылады. Енді біз осы цехтың бастығы Иса ағамыздан сұрайық, Hyundai Accent'тің жағдайы қалай болды Иса аға басында негізі? Hyundai Accent состояние было очень плохое. Все детали, которые сейчас восстанавливаются на покраску, были в состоянии -1. Больше никакой. Да, эти запчасти надо было просто поменять. Түсінікті. Енді осы Иса ағаның арқасында Hyundai Accent қандай болатынын келесі роликтерде көретін боласыздар. Күтіңіздер. Құрметті достар, бұл цехтың ішінде өзінің күзетшісі бар. Күзетшісі міне отыр. Мынау босанып кетсе, біздің жағдай білмеймін қандай болады. Тесіз аштыңыз. Ал достар, жаңа өздеріңіз видеодан көргендей, машинаның жағдайын жақсартып жатырық, қарап жатырық, жөндетіп жатырмыз. Енді келесі сөзді біз Дәурен ағамызға береміз. Дәурен аға, сөз кезегі сізде. Не әңгіме айтамыз енді? Көрермендердің алдында ұят болды ғой, кеше влог шыққан жоқ. Кеше не үшін влог шыққан жоқ, Апаш? Кеше ма? Сізден сұрайықшы, не үшін шықпады? Апош ерінді кеше видео түсірмей. Түсір деген түсірмей қойды. Солай болды ма? Жоқ, өтірік айтып отыр. Жоқ, шын айтып отыр. Жалған сөйлемейміз. Кеше Дәурен аға кет қалды сөзің ашылды кетсін. Түнде келем деді, да келмеді деп айта алмай тұрсың, айтсайды. Айтып қойды не бар? Солай болды, я кеше түсірмедік. Түсіре алмай қалдық қой? Себебін білсеңіз комментарияға жазыңыз. Кеше жаман ауырып қалдық қой? Шынымен ба? Солай ма? Мен аға ауырған жоқ. Кеше жаман ауырып қалдық. Мен аға ауырған жоқпын, мен сап-сау болдым. Апош ауырған жоқ. Соны айтам да, Апош ауырған жоқ. Анараға қойып, өзі бір күнге түсіресе болатын еді, дұрыс па? Ондай командаға берілген жоқ, жоғарыдан. Берілсе мен түсіре салдым бәрібір. Кеше мен айтқам, өзім түсіре салдым. Сіз бермейсіз қоман команда, мен сізге. Солай, кеше ауырып қалдық. Жалпы айтқан кезде, құрметті достар. Бүгін есіміз жейді қойтер. Сол үшін бүгін өтірік болса да влог түсірейік деп. Біз бүгін горелла ашып отырмыз. Е-мая. Мен сіз горелла ішіне ма? Дейсің. Білмедім, алып келдім. Бірақ ішкеннен кейін әдемі болып қаласың, е? Қатты келесің ғой. Шынымен сонда болып қаласың ба? Шынымен сонда болып Ішіп көрейік те емес. Қазір не үшін болғансың ба? Ішкінге барды ма? Горилла ма? Апамыз ұрып. Бұл реклама болып кетеді ағыр қой. Апамыз ұрып горилланың бәрін ішіп қой. Мен гориллам ішіп кетеді. Жоқ, өтірік айтып. Кішкентай ішіп ауысып қойған ғой, горилланың орнына. Өзің тастағанда, ё-мо. Өтірік айтып. Ұрып ішіп қой.
Сонымен 651-ді бүгін жөндеп келе жатқан жігіттермен келді. Бүгінгі влог осындай бір кішкене не болып тұр. Өмірі қолмаға мама құрттың бәрін осы жетті қойма. Құрт жарайды. Че там, фрукты жеп қойдыңдар ма? Азанда тұрғанда үшеуін шықса, бірден. Бірінші банкқа кетті дейсің ба? Иә. Азанда 6 қыз деп машинаға отырып, братан горилла шик деп отырып. Міне 651-дің монтажын бастап қойғам. Жасап отырм. 651-дің өзінің перебивкасын жасауға бір әддем музыка іздеп отырм мына жерден. Содан кейін где-то бір өзіме бір 1,5 сағат, 2 сағат уақыт болса 651 монтажы бітіп қойғам, короче. Өзім ғой. Смело. Сіз үйіңізге барыңыз, қазір қылады. Кетті ма? Аха, кетіп баратыр ма? Давай, жақсы. Ештеңе ұмытқан жоқсыз ба? Қарныңыз аш емес па? Жоқ. Ашық болсаң іште отырмын. Болды, әзір күлкі сатып алайық бәріміз. Давайте, пока. Давай. Жақсы. Goodbye, my bye. Мені жақсы көрініп тұрған.